Конституция жобасында тарихи сабақтастық ұстанымы алдыңғы қатарда преамбулада қарастырылған. Бұл мемлекеттің 1000 жылдық даму тарихын, ұлттық мәдени кодын және басқару тәжірибесін құқықтық негізде айқындайтын нақты норма. Осы тұрғыдан ұлы дала ұғымының Конституцияда көрініс табуы тарихи сабақтастықты құқықтық деңгейде бекітудің нақты дәлелі деп есептеуге болады. Ұлы дала ұғымы бұл эмоциялық немесе поэтикалық тіркес емес. Бұл Қазақстанның мемлекеттілігінің тарихи кеңістігі, мәдени коды және философиясын бейнелейтін нақты өркениеттік ұғым. Тарихи сабақтастық елдің өткенін, бүгінін және болашағын жалғайтын құқықтық көпірге айналады. Мемлекет басшысы атап өткендей, тәуелсіздік бәрінен қымбат. Жаңа Конституцияда бұл құндылық мемлекеттік және қоғамдық өмірде басшылыққа алынатын негізгі қағида ретінде бекітілді.